не істесем де, қанша курс сатып алсам да өзімді дамыта алмай жатырмын, өзімді өзгерте алмай жатырмын деген адамдар болса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Өкінішке орай ешқандай наставничество, курс бастапқы кезде сізді өзгерте алмайды. Басымнан өткізген адам ретінде айтып отырмын, иә. Мен осы жағдайдың бәрін басымнан өткізген адам ретінде айтамын. Даладан алып айтуға өте қарсымын. Сол үшін айтайын, адам өзінің ішкі тірегі болмаған кезде, барлығымыздың ішімізде өзіміздің тірегіміз бар, сол тіректен айырылып қалған кезде, адасып қалған кезде, өзінің жанына не керек екенін, өзінің ақылына не керек екенін, нені жақсы ұға алады, не қолынан келеді, немен айналыса алады, соны білмей қалады да. Сондай кезде әр нәрсеге бір ұрынып кетеді адам, іздеп соны. Сол үшін айтайын дегенім, өзіңізді бірінші дұрыс жолға салып ал, өзіңнің тірегіңді тауып, сонымен байланыс жасап, өзін дұрыс жолға салып ал деп айтар едім да. Ол қалай болады көп жағдайда? Мысалға, ондай кезде адам әр нәрсеге әуес болып кетуі мүмкін да. Мысалға, дінге қатты әуес болып кетуі мүмкін. Дінді тыңдағысы кеп, зерттегісі кеп, дінге жақын болып, Аллахқа жақын болғысы кеп кететін кез болады да. Кейбіреулер бір нәрсе пісіруге, тоқуға жаңағы қызығушылығы болуы мүмкін да, бір нәрсе тігуге деген сияқты. Бірақ сол нәрсені елемей, ескермей, басқа нәрсеге алып кетеді. Басқа нәрсені ойлап кететін кез болады да. Вот сол дұрыс емес та. Сол кезде саған қандай қызығушылық келді, ойыңа қандай қызығушылық келді, жүрегіңе не жақын келді, соны ұстап ал. Мықтап соны ұстап ал. Сол арқылы өсесің деп айтқым келіп отыр да. Соны зерттеу арқылы, білу арқылы, солай оны үйрене келе қызығушылығың басқа нәрсеге ауады, басқа нәрсеге ауысасың. Солай келе өзіңе не керек екенін, нақты немен айналысқың келеді, сенің жаныңа жақын не бар, соны түсінесің да. Сол кезде ғана соны ары қарай дамыту мақсатында алсаңыз болады да. Ал оған дейін әр нәрсені сатып алып, ұрына беру дұрыс емес, өйткені өзіңнің жаныңа не жақын екенін білмейсің да. Адасып кетуі мүмкін. Қарызға батып кетуі мүмкін да. Оған қосымша тағы да айтатыным, бір кісілер болады да, дінге қатты жақындағысы келеді сол моменттерде қиналған кезде, бірақ өзін күнәһар санайды. Өткен бір қиыншылығы, бір күнәсі болғаны үшін, жоқ, бұл менікі емес, мен Аллаға жақындай алмаймын деп, как будто бір ұялатын сияқты бір өзін күнәһар сезінеді да. Ол дұрыс емес, ешқандай да. Ешкім ақпарақ емес, ешкім бүгін өмір сүріп жатқан жоқ. Барлық адамның өзіне жараса қателігі бар, қиыншылығы бар. Өткені олай өзіңе диагноз қою дұрыс емес та. Өзіңе жаман диагноз қоймаңыз. Осылай жасаңыздар. Бірінші жаныңа не жақын, сонымен айналысып көріңіздер. Сау болыңыздар.